Конечно, басында ол видеоны көрген кезде әйелім ренжіді қатты, жылады. Оны ол кезде біздің әулет неған жоқ, бірақ туған әкем енді өзіме арыз жазғаннан кейін, конечно, оны дұрыс түсінбейді. Жоқ, енді оның бәрі вечер ғой, әңгімесі жоқ. Әркім енді соңына таман спальныйға былай кіріп кетті. Мен оның даже ол кезде Амила екенін де білген жоқпын. Құмаши, звонда түсінмені. Бас көресіңдер ғой? Таста, серьез, ұятпатай. Тәлімгер болса тәлімгер шығар, кішкене артық сөз айтып қойып, сыртқа шығып бір қылып қалдық екеуміз. Короче, андай бастық адвокатный қылып. Адвокатный дейтін не болды? Не сот отырсын баш? Адекватный ма? В общем, жігіттер бірінші общий қош кезінде. Құттықтап қойып бәріміз бірінші. Михавая 8 дроп бірдің жаңа жобасы бар бастық. Подкасттың бар ғой, несін жабаусыңды. Стратибін сындыртек та стратибін. Бәрі ойлайды ғой, әңгіме айтады. Біздер дағы мен өзің ойым деп андай чисто жан бізде дейтін. Бізде андай жоқ, ойламаңыздар, андай бөліп, релиске салып, сол мотивация болып, астына музыка салып, өтіп кетеді деп, рекқа шығып кетеді, ондай жоқ бізде. Шықсақ, бәріміз бірге шығады. Не, в общем айтқанда, кім нешеде тұрып жүр бүгін? Вообще, осы аптада, соңғы кездері кімнің ұйқысы қалай, содан басайықшы, в общем. Қазір бүткілінің несі дерті солы. Осыны кейбір түнгі сағат 4-те көріп отыр. Мен бар ғой. Татыр, сені білмеймін. Татыр, аяқтап алайын дегенде. Аяқтадым. Мен кештіріп жүрмін. Андай сияқты. Менің атым Калифорния. Мен кештіріп жүрмін. Не үшін енді айтып жүрсің, не себеп, неге кештіресің? Или андай ғой да? Дұрыстай алмай жүрген ғой. Жоқ, мысалы, режим дұрыстағанда, мысалы, сен түсінуге, сен музыкальный адамсың. И в основном сенің жаңа звукозаписің барлығына түнде барасың. Соны мен біліп отырмын ба? Енді айтшы енді не қарап отырсың, екі көзің бақын. Айтып тұрмын ғой, енді музыканттар болғаннан кейін. Тоқташ кім түсіріліп отыр ма әлі? Біздің мысымыз басып отыр ма сен? Неге енді абдырап отырсың? Сен Есен ағаның алдында сөйлеген адам бессің ба? Қысылмай кәдімгі айт. Дато қобалжыған, майканың сыртынан келіп тұр. Бұл мода ғой. Вот түсінбейді оны. Жоқ, бейдесеге, сен өткенде Есен ағамен подкастқа бардың ғой, сол жайлы айтпейші деп. Да, қазір. Подкастты сода болған айтып берсе. Вашым қош келдің, рахмет. Бізді бірінші жобаға андай айтшы, сен айтшы. Жалғасқанға күшті көрім бар ғой, просто ара жағына күшті бүйтпейді тұрам да, өзім айтқан кезде қалып қойып тұрмын ғой бүйтіп. Қонижан, сен неше тұрып жүрсің, қалай болып жүр? Әбетте тұрам. Сонда жаңағы сұрақтың арты жоқ па, жауабы? Просто оны еске алдық болды. Шошып кеттің деді. Еске алу ғой. Сен жақындатып отырсың. Қонижан айтшы. Мен соңғы кезде жақындатуға қорқып жүрмін. Мен өзім әбетте тұрам, өткен түн мен өлең жазып. Сен неше тұрады қызық емес екен ма? Ойбек, сол өлеңдерің қайда? Ертеңнен отчет қайда біздің? Барда шығады ғой. Текстің кім жазып берді саған? Халат кейіп алып түсіресің әңгіме тұтқан ес. Халат әнші болғаннан кейін серьезно керек халықтың. Әрине, әлбетте. Халық қарап отыр, бізден тәрбие алады деген сияқты. Арқыл-жырқыл не мұны? Кетті мен соған сен. Кетіп келесіз ма? Шшт қонды? Ала тұрсын бе? Душ салатын адам бар. Перепивка ғой. Өздері білмейді. Переходты түсіретін бала бар. Жасөктен сұраймыз, сұрамай қоямыз. Жасөктікі 24 сағаттың 2 сағатын өмір сүреді ғой. 22 сағат бойы ұйықтайды. Звондасаң всегда ғой. Еще білдірткісі келмейді. Жазу ояндым деп. Вообще неге? Сіз уже өміріңіздің 30 жылын ұйықтап тастадыңыз. Ар жағындағы 12 жылды не істейсіз? Сіз өзіңіз қалай дейсің? Вообще неге? Диагнозымды айтып қойдыңыз. Қалай келгенімізді, қалай танысқанымызды 2019-да карантиннің қызып тұрған кезде. Ой, жоқ, қайда біз одан ертеректе таныспыз ғой. 2019-да карантин жоқ қой? 2020-да карантин. Болды. Содан бір жыл бұрын студияда танысып қалдық, бірақ ол кезде мен кіммен таныстың? Ол кезде сен не? Ол кезде мен жаңағы Өз-өзімді емес едім. Өз-өзімді іздеп жүрдім десең. Ол кезде жаңағыдай көтерілудің жолында жүрмін ғой.
Қазір көтеріліп кеттіңіз да. Ол кезде шашыңның цветі қандай болды? Натуре іздеп жүрдің да ол кезде? Мына жерге шығарып беріңдерші, мына жерге қандай екен? Сол туралы айтып берсеңіз, сол творчество туралы бізге айтып берсеңіз қызық. Ол Ақтөбеден сразу көтерілем деп келген кезде тек қана сол жерде ғана есік ашық тұрды болды. Басқа ешкімге айтып қарасай шамалы есік ашық тұрды несі? Жоқ енді қалғандардың бәрі іштен құттап алған. Қарасам ішінде тек қана шаш бояп кіреді екен. Бірақ иә, покрас шынымен сол жақта сондай ма? Дұрыс. Жоқ, мен кеше көріп таңғалдым мен соны. Мен вообще ойладым, басында корейский топ деп ойладым. Қазақша басталып кеткеннен кейін, мыналар қазақша топ екен дедім. Сосын сен вообще просто саған ұқсайтын біреу болар деп ойладым. Оказывается, сен екен. Мен вообще ойлаған жоқпын, мысалы, например, ат шығады бір күні деп. Серьезно ойладың ғой да. Мен ол кезде просмотр бізде 79 мың ба өзім шошып кеттім ана түрімді көрдесің. Ана мен даже маған ұқсайтын біреу деп ойладым. Неге до конца мойындамай жүрмедің? Видеодағы мен емес. Жоқ, неше түрлі түстер болды ғой деймін да. Неге именно розовый? Ол негізі қызыл болды. Да? Сосын съемкаге барған кезде енді бір күн жуғасын душтан кейін сразу розовый болып кетті светі. А так былай негізі. Жоқ, не болса, жоқ вообще. Ол кезде қандай, Лондон болдың ба? Қазір Калифорниясың. Жоқ, ол кезде Кали болдың. Калифорниясың қазір. Қазір қанша әріпсің? Қазір 5 әріп? Жетәріпсің ба? 5 әріп деп сонда сен ішкі түпкірінде қазір мен ойладым. Екі рет балта кетсең. Жақсы деп саған 2 рет балта тұрады. Маған ба? Мұқтап жүрміз. Осы жер қиптамайсыңдар ғой да дейді. Жәсік саған не айтады, соны бәрін қиптаймыз. Мен негізі біраз нәрселер айтып отырмын. Қонақта, шынымыз айтайық, бүгін қонақта Жасөк айтайын, негізі төртеуіңіздің шынымен де қош келдің, родной. Жоқ, вообще мен Калифорния сенің неге творчествоңа ырзамын. Кіріп жатасың, жүріп кетасың, кіріп келді ғой кәдімгідей. Вообще молодец, супер. Стереотип сындырды ғой? Иә, стереотипті натуре сындырып тастап, сөйтіп біздің вообще үйдегі концерт дейтін жобамызда да алғашқы қонақ болып келіп, бізді қолдағаның үшін вообще саған рахметіміз көп біздің. Так что я сол кездегі кәдімгі енді сол кезде қиынғы кездер ойбую да вообще негізі. Бірақ ойдегі атмосфера мықты еді ей ма. Қаяқтағы? Сол Саршаңырақтағы. Мен бағана барып кеттім ғой соны айтып. Бізде қасынан өттік қой жаңа. Қандай екенбіз? Ол кезде енді карантин басталған кезде таксовать етемін. Ол кезде сенде қандай машина? Не болды? Камри болды. Камри болды. Есік алдында машина жүріп тұратын еді ма. Екеуміз әңгіме соғып. Қасынан өткен сайын жүрек соғады ғой. Түк жылағың келіп баспа мен әне. Не үшін жылағың келіп? Білмеймін. Былай да қарап басқан болады ғой. Не обязательно жылау оған. Өйтіп қатты жылағың келіп. Жылағың келетіндей емес. Сол үйде бір туылып өсіп, бір андай бір кіндік қаның дамып, андай бір бар ғой. Шал мен кемпірдің үйі емес қой. Шүлде отқан жоқсыңдар ма жігіттер? Рекламаға суға спонсор болатындар. Здесь могла быть ваша су. Атын айтпайсың ба? Су біз бар негізі по идее. Достығымыз ба хотя бы. Подкаст дейтін нәрсенің стереотипін бұзып жатық қой. Қазақша тілді жаңадан алып келіп жатырмыз. Мынау сондықтан да бұның аты подкаст па? Подкаст па? Подкаст па? Сондай бір дүние. Бізге 4 күн. Бұның аты берекет. Жалпы осы подкастты жасаудың идеясын бізге қойған кім? Қабдол ғой. Бірақ 4 күн жұрт түсіндіре алмай. Подкаст дейік. Біз я дедік енді. Бала не қып қалмасын. Я істейміз дедік те жүре бердік. Сөйттік та 4-ші күні барып видеомен әкелді ғой, оказывается мынаны айтып жүрмін жігіттерде, подкаст екен сөйтсек. Сондықтан да осының аты сіздің айтқаныңызбен қалады, сіздің құрметіңізге байланысты. Ой, мен ат қоямын ғой, мен қазір ат қойып жүрмін. Михаил 8 дроп бірді де қойып қазір. Осы қойға. Бұған бірақ балаңызға ат қойдырмаңыз. Шыққан ғой, родной білесің ба, түкірік шыққан ғой, соған өзім не ашам ба деп отырмын, түкірік 50 мыңнан ат қоямын. Бұрынға шыққан ғой, білесің ба, көріңдер ма? Жыртылдық қой ана. Видео түкірдік ама, әншерім түкірік болды. Өтірік қой. Ал тұрсынбай аға, мына жақта бір не бар бізде? Тұрсынбай аға, масаған. Сен соған өзің мысалы түкірігін сұраса берер мен? Берерін. Бала отравление болып. Ауық болса. Сен серьезно жауап беріп қоя бере ма?
бермесең. Ол өтірік сияқты, по-моему. Ей, ПТК дейтін өзің қызылордалық балдардың юмористический ашқан өзінің каналы ғой. Еще түре бермей, әйелі сөйлеп жатқан кезде ше, әйелі сөйлеп жатқанда еркек түре бермей. Камераға қарап тұрған. Үйренмінға балам алдым дегенде жаман көрдім, базар жоқ, ана жігіттер екен, молодцы. Яғни сендер ойнап тастаған болып тұр онда. Балконға салып қойғанда. Еще кәм афишаларынан қақтырын қылып, кесіп алып суреттерін жабыстырып қойған ғой еще. Иск сияқты қылып сатқан. Қызыма Қайрат Нұртастың түкірегін алдым дейді ғой. Үйренмін теңгеге деп. Шынымен де солай сататын болса, егер де. Не істік? Шынымен жоқ ол адам өзгере ме екен? Арам дейтін болды ғой, арам дейтін болды. Осыған ұқсасын деп түкіртетін тұғын. Бала кезде. Бізде кейбір жерлерде бар, ол әлі бар. Ол енді ешқандай немес шығар деп ойлаймын енді. Саған, вот давай айтай қал. Саған бала кезде түкіртті ма біреуге? Түкіртпеді ма? Түкіртті. Кім деген кісіге? Бір тамады кісіге түкіртті Ақтөбедегі. Ол кезде ол кісі әрі өзі әнші, әрі мықты қалада түркілеп тұрған тамады. Тамады? Молодец. Чуть-чуть болсын енді я. Иә, келеді бір жолда жүрсіңдер. Жыбыр-жыбырым бар әйтеуір, сөйлеп қалатын жерлерім. Мен түкіртетін ешкім болған жоқ біздің ауыл жақта. Түкіртетін сүреді. Андай бір кісіге түкірткен жоқ. Деп ойын жеткіземейді бір түкіртіп жоқ. Мен түкірте аламын. Миы қысылып қала. Маған білмеймін, ешкім түкірмеген сияқты. Мен ешкім түкірткен жоқпын ғой. Тфә саған. Есімде жоқ түкірткен. Мен ең бірінші түкіру дейтінді естідім бе? Ең бірінші естідім түкіру дейтін Төреғали бар ғой, түкірді ғой Қызықтаймызда. Қызықтаймызда түкірді ма не? Сахнада прикол болды, мә жыртыс болды ғой. Саған кім түкірді мысалы? Папаның досы ма бір кісі, мұртты бір кісі, ол алғаш болған еще. Деп түкірді ме? Еще сон, еще сон. Сон еще. Сен ардақта келе алдың. Ойнап жүріп, қарап тұрасың әңгімелеріне темекі деген кезде. Бұлай барады да еще. Папа! Сол әңгімені қаршыш, ең қызығы сол әңгімені мама айтып беріп отыр, кейіннен бар ғой. Сен аузыңа сол кісі, ана атын айтпай қойын. Сол кісі түкірді ғой сен аузыңа. Алқаш неменде, құдай неге түкірді дегенде, жеркеніп айтты ғой. Саған? Маған ешкім түкірген жоқ. Мен айттым, сендер түкіретін. Не, сендер еді. Не ма, урнам ба, басқа, урнам емес. Бірінші қой дедім, түкірем деп бір-екі әже келді, аузына сылқ-сылқ. Бас деген соң. Әженің сылқ-сылқ еткен дұрыс емес, қазақшылыққа жатпайды. Ата-аналар қазір әжеге қол көтерсең. Әже оғанда танымайтын әже ғой ол. Онда нормально. Біздің әже де жауып тастады. Жалпы ол дұрыс деп ойлайсыздар ма, өз ойларыңыз? Мен біріншіден дінге қайшы ма, жаңа неге? Енді дін болғанда дінге қозғамайық бұл жерде. Жоқ, тазалық жағынан қарағанда дұрыс емес қой енді. Біреудің гигиена жағы, тазалық, гигиена бәрібір. Аузына түкіру дейтін ол білмеймін. Бірақ ырым бар. Ырымдатып андай қылса болар. Ырымдатып андай қылса болар. Бір затын мысалы береді, ырымдатып. Саған бердім айналайын. Осыны мен көзіндей сақтап, саған беріп атаған нәрсем деп. Осыны неден шығып кетсе. Ректен. Бәріміз андай, давай. Осы әңгімені рекке шығатындай қылып. Бір вариантты айтайық, давай. Сен вариантың давай. Негізі қазақта ырымдап баланың аузына түкіреді. Мен сөзімді айтып қоймайшы. Мен өзім рекіме шыққым келіп тұр. Баланың аузына түкіреді. Мысалы Төреғали түкіріп жатады. Асылхан Төлеевтің түкірген өз көзіммен көрдім мысалы. Я, ол десе де қазақтың ырымына сай келер. Десе де гигиеналық жағы тұрғыдан алып қарағанда баланың аузына микроб түсуі қаупі бар. Осы жерде қатты музыка, дауысын қатты шығарып жібереді де, мана басында айтып жатқаннан просто музыкасы ауыз кетіп өтеді тек. Жайлатып жібереді, короче. Соны деймін да, арнайы офицері бар сияқты сол. Сондай видео істейтіндер. Еще яркий болып тұрады да, потом конкретно точкасын қойғаннан кейін черно-белый. Жоқ, қазақтар бар ғой. Негізі мықты ғой. Біздің ата-бабамыз мықты. Мына қатты түсіне алған ректің темасы мынау. Человек-пауыкты қараш, қолына кетеді да, қыт еткізіп аузындағы сөлін бөліп жіберген кезде ана Человек-пауық айналып кетпей ма? Сол сияқты аузындағы сөлін баланың аузына түкіреді.
ана бала сол сияқты болашақта анау әнші сияқты шынымен де қалап тұрсың, рэкқа шығуыңды барасың. Уже ойнатып емес, шынымен давай Фархат сенен көрейін. Нені? Фархат осындай рэк тауысып қойық, үйе. Фархат па не есім? Фархат па? Дұрыс, көбісін білмейтін шығар. Фархат. Бәрін мен бұл проект бастаған дейді. Бізде отқан қонақта бүгін Фархат, мынау Мұрат, Сабиля, Елжас. Аға, мен шын атымды айтпаймын дедім ғой. Көбі білмейтін сияқты ғой негізі Фархат. Көбісі білмейді шынымен. Алдындағы подкастта да. Соның сыры неде? Оның сыры Калифорнияда болып тұр ғой сол. Не үшін Калифорния? Соны айтып. Қайдан айтып? Сен қарамайсың ба? Біздің жалғыз Калифорнияның өмірбаян білмейсің ба не? Бүткіл Калифорнияның бүткіл жаңа подкастта жүрген жоқ дейсің. Калифорния деп жазам, басқалар шығып кете береді, ел шығып кете береді. Қара тыңдап ал. Калифорнияның Калифорния деп жазсаң. Кали дейтін атасы. Фар деген Фархаттан фарын алған. Нияны білмеймін. Ния дейтін. Машина өтіп кеткен. Нияны Рия дегеніңіз бар еді ғой сіз. Мана басында дайындалғанымызды айтшы осы жерде. Стоп. Не сен қазір не болды екен? Соны айтам. Бері жақындап отыр. Халатпен келіп, бізде сескеніп өтсін бе? халатный отношение отына. Халатный отношение. Мен тыңдап отырмын ғой, жағаласпай, дұрыстап. Жоқ ей, сен Мен жағаласып екі подкастқа барып көрген опытым бар да. Әлбетте. Вот сөйлеп отырмын. Сонда үшеуміздің неміз жоқ деп сендер опыттарың жоқ, білімдерің жоқ сендер. Дым жоқ сендер. Осы рекқа шығып, Қанай звездовать етіп кетті деп шығарам ертең. Қанай өзінің бауырластарына, тізгіндестеріне қатты айтты. Қанай арыз жазды. Қанай сол жерде таяқ жеді, өзінің абыройын езгіледі. Кейбір жандардың подкасттарынан несін қарап атасың ғой, комментариясына кіресің ғой, рахмет, өте іліп алар, ой көп екен, осындай дейді ғой. Нем? Жоқ, андай білімді нәрселерге қарай кеткім келеді ғой. Сондықтан да осыған жауап берейін деп жатырмық қой. Жұмыстарыңыздан шаршап келген жандар болса, қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, бұл бір әзілгі форматта, өзіміздің чисто ойымызда, бір ешкімге ақыл, қазір ешкім ақыл тыңдайтын заманда емес, ақыл, ой, сана, анау мынаудың бәрін мектепте өздеріңіз үйлеріңізде әке-шешеңізден сұрап алсаңыздар болды. Сол идеальный адам. Ал біз қазақты тәрбиелемей қойықшы. Короче, былай ғой, жұмыстан шаршап келген кезде бізді қарап до конца шаршап ұйықтап қаласыңдар. Бағана сұрақ болды ғой, үшін кім немен күн көріп жатыр дейтін. Мысалы, бәрі нормально ма? Вообще Алматыға келген кездегі қиыншылық пен қазіргі қиыншылық қалай? Не өзгерді өмірлеріңде? Қазіргі қиыншылық енді кішкене крупный болып бастады уже. Басында Алматыға ең бірінші келгенде қиыншылықтар вообще басқа ғой. Ұсақ тек. Ема бәрің маған қарап отыр. Онда былай давай, бізге айтып өзіміз әңгіме солайық. Қарап отырайық. Айтшы бірдеңе, айтшы. Сол қиындық солайынан өтіп кеттік қой, короче. Қазір енді кішкене үлкендеу қиындықтар. Неге қиын? Кішкене ерте жатып, ерте тұратындай бір. Сен жаңа ғана бізге кеш сондай қиындықтар бар, короче. Ерте жатып, ерте тұратындай. Из-за этого мен кеш жатып жүргеннен кейін соң болмай жатыр ғой енді. Жайлап істеліп жатыр, короче. Болды ма есінеп? Кім, родной? Есінететіндей әңгіме да. Очки түсіріп жіберсің, родной мына жерде айғыз болып тұр. Микрофон байқайсыңдар ма? Камерада. Чуть-чуть микрофонға жақындасаңдай өлеңнің дауысымен кетіп қала береді. Негізі дауыс басқа ма? Мынаның дауысы басқа. Мына жақта ғана жаңа тұрды. Бүгін келе ма, бірдеңе ма? Адамдарды адастырып жатыр сендерді. Адаспаңдар. Сен адасқан шашыңды қызылға қояды. О, күшті кетті, күшті. Дейтін рэкке кететін. Рэкке кететін файтер таптың десең. Дұрыс, Қабдол, сіз қалай күн көріп отырсыз? Мен бәріміз бірге күн көріп отырық қой. Оны айтпаймыз да. Біз үшеуміздің күн көріп жатқанымызды айтпаймыз да. Жасик. Ладно. Ең бірінші тойдан ғой, енді бәріміз тойдан. Оны айтуды ұмытып кетіппін жаңағы. Сен де тойда шығасың. Міне тойға шығып жүрген. Волновасым ғой, волновасым. Рэперлердің бірі тойға шығып жүрген. Сондықтан да красавчик.
қазір енді тойға шығып жүрген ондай рэперлер аз ғой негізі. Бірақ енді Калифорния көш. Әр шығарған әні хит қой. Мен жалпы өз басым Биташар, үшеуміз бірге тойға шығамыз. Сонымен күн көріп жатырмыз, Аллаға шүкір. Сосын тағы да табыстарым бар, оны айтып болмайды. Айтамыз да? Күшті ғой. Неге айтпайсың? Біз неге білмейміз? Бәрін айтыңдар. Біз неге білмейміз? Үшеуміз бірге үшеуміздікін айтып отырмын құрсын. Оны айта. Неге ма айтында қызық қой. Үшеуін істейміз тағы. Неге апаштырға барамыз, жоқ, негізінде қазір Steam деген адамға ақша табу өте оңай. Рахмет. Мен дәл қазір айтайын, мен табыс табам Инстаграмнан табам. Сосын битің жаба берме. Тойға шығып жүрмін. Ойлап бастап жатырмын. Если что, той жүргіземін, достар. Танитындар көріп жазады ертең. Той жүргіземін. Корпоратив там. Осы әзірге. Сосын кино анау-мынауларға түсемін. Алло. Сағатты 150. Дайын отырмын. Сот нем зарядке қойып қойдым ғой камерамды деші. Джонсон бейбі бар ма? Жоқ ма? Жақсы. Аптек бар ма жақын жерде? Давай. Менікі жұмыс дополнительный жұмыс болса? 8-7. Қандай тойға шығасың? Тоймен шығамын, сосын қасымда екі бала бар, дос Қабдол дейді. Клубтарға шығасың сосын? Клубтарға жеке өзіңді шақырады ғой, жеке өзім шығамын. Болды, дополнительный ән жазамын, ән сатамын. Ән сатқаннан да ақша солай болады. Ондай мен мысалға мен білмейді екен. Маған бір ән бала Turkvision'да ән өтіп кетті. Маған бір ән сатшы. Еще сол әні Францияға барды. Францияға барды. О жағын оны білеміз енді. Кешуға сатып жүрдім. Біршама ән сатып жүрдім. Енді сайын отыр олар. Жоқ, еще біздің қанай қазір байқап кетсеңдер, көп адаммен дуэті бар. Мысалы сен мен дуэті бар, жазға дайындап отқандарың да. Тыңдадық вообще, маған ұнады. Күшті. Одан кейін Мәлік Делакур, Меломенмен жазып жатыр. Қайрат Түнтек. Мынау кім болып баратыр білесіңдер ма? Білмейсіңдер ма? Питбул болып батыр. Любой әншімен Қайрат қазақтың питбулы ағай. Қайрат Түнтек. Ана қанай шақырайық та қайғанай питбул ғанай деймін. Дұрыс жақсы, хит болған жақсы. Коллаборация жасаған жақсы ғой. Бізбен де арасында жазып тұр, коллаборация жасап. Өзің командаластарын ұмытып кетіп жүрме? Кешу. Кешу. Кешіп жүрдің бе? Кешу? Каш. Жалпы қашан үйленемін деп отырсың енді? Бойдаққа сұрақ. Енді жауап беремін. Кәдімгідей ойланып қалғанымшы. Ойында бар ма? Сен жалпы негізі бір кездер үйленемін деп жүрдің ғой? Негізі бір кездер үйленіп кетер едім мен, шынымен. Онымен бірақ енді андай последний шаққа келген кезде. Сөйтіп жүрсем, оны Амилайды бәрі танитын екен. Одан жасырамын деп ойлағам. Последний шаққа келген кезде түсіндім то, что еще жоқ десе болды. Жақсы көрмейтін ма? Последний шақпен келіп қолына кольцоны жоқтап тұр. Жақсы көрмейді. Не деген тәртіпсізсіңдер екеуің. Жоқ, сен апай дейсің. Жоқ, сен айтты ғой маған сол кезде үйленемін, анау осы бір қыз бар деп. Бірақ ол қыз жақсы көрмейді екенсің, оказывается. Оказывается, иә. Бұл просто алданып өзімді алдап тастағам ғой, короче. Типа, жақсы көремін, осы соңғысы, в общем, деп. И содан или әні хит болып кеткеннен кейін өзгерілген нәрсе. Сол неше әнім хит болып кеткеннен кейін емес. Қай жыл қойдың оны? 2021-де. Явно ән ғой, явно ән. Ән хит болып кеткеннен кейін емес, жоқ. Әнім датауы қатты өзіме ұнады. И из-за этого андай түсіндім да то, что мен әлі бұл адамды емес, ән кімге арналған, сол адам сүйеді екен әлі деген нәрсе. Сен сонда біреумен жүріп, біреуге ән арнап жүрсің ба? Енді ол кезде мен сол ән арнаған адам таныған жоқпын ғой, просто сырттай көргенмін ғой, муза оқып қалған ғой. Сөйтіп қазір жақсы көретін қызымен сөйлесіп. Қазір қызым жоқ мен ешқандай. Жоқ, жаңа жақсы көретін муза шығарған ән. Ой, жоқ, біз онымен көп сөйлеспейміз. Оның өзінің жеке өмірі бар. Оның жігіті бар деген сияқты да. Мүмкін. Сонда сен махаббат треугольнигі болды ма сіздерде? Доғал болды ғой, брат. Жоқ, серьезно сұрақ қойдым мен. Треугольник болған жоқ. Енді сен қара. Жоқ, енді қара шеш, енді қара. Жақсы көресің. Жоқ, қара. Айтайын. Мен
жақсы көрген жоқпын біріншіден. Мен просто бір көрдім ол кісіні и просто тұрып қалды. И музыка шықты. А мен басқа адамды просто жақсы көремін деп ойладым. А мен ол кісімен араласпаймын, который тұрып қалған адаммен баста. Сөйлеспеймін, өмірде танымаймын, көрмегенмін. А мына жақта содан кейін барып, значит, симпатия болды. Жылама, әзір емес. Содан түсіндім ғой, в общем, короче, жақсы көрмейтінім. Сосын жіберіп бардым да, вниманием бардым. Ұнатқан адамға шығады. Негізінде. Жоқ, муза, любой нәрсе муза болуы мүмкін. Ол тек адам емес. Мысалға, скотч са муза. Муза ақша тұруы да мүмкін даже. Жоқ, бұл жерде сен қайта осыны бағанадан жүріп қойдың ғой. Жоқ, бұдан бір нәрсені түсініп, сен Калифорнияны қызғанатын сияқтысың андай. Маған керек болды сен. Жоқ, қызғанбайсың мені. Негізі сөйтіп үйленбейтін болдың. Сөйтіп үйленбейтін болдың. Дұрыс үйленбейтін болдың. Митинг кезінде қайда болдыңдар? Мен Құлсарда. Сен Құлсарда, сен қайда болдың? Мен Алматыда. Үйде болдым. Алматыда болдым. Алматыда болдым. Сен Атыраудан корпоратив бітіп, Аралға келдік. Алматыға ұшайын деп жатқан кезде жол жабылып жатыр анау-мынау дейді. Негізі Қызылордадан мен билет алып қойған болатынмын. Қызылордаға бардым. Алматыда болдың ғой? Жоқ, болған жоқ. Қызылордаға машинамен бардым. Болса да болған жоқ деп айтады ғой, бәрі бір күн. Әбәдем кино отырады енді. Сөйтті де Қызылордадан ары қарай ұшырмай қойды ол. Сөйтіп отырмай ма? Бармай қалды. Мына жағында наушникпен отырады. Төрт айфон. Сөйттік те Қызылордадан қайтатын болдық Аралға ше. Қайтып кетсақ жолда. 4 машина тоқтатты ғой. Сен патрульдер ше. Автоматпен кәдімгі. Түсеміз, тоқта, есташ деп. Өйтіп айтқан жоқ қой. Аллах, бізде машинамен жүріп қой. Бізде сөйтіп тоқтатты. Арафат арасында бір-екі сөздері болды ғой. Короче, сөйтті де Арафат дейтін водитель бала, кәдімгі. Сөйтіп жатқан кезде кәдімгі тоқтатады ғой. Сумкынымыз бәрін шумон жасап отыр. Қараймыз ана-мынау деп. Қарады, дым тапқан жоқ. Машинаға міндік, қайтып Аралға қайттық. Енді дәл осы тұста бізге Арафат байланысқа шығып жатыр екен алла. Арафат естілмейді, біз сіз тыңдап тұрмыз. Аш деді дым тауыпты. Сал, қайтып отыр деген шығар да. Иә. Жоқ, Арафат байланысқа шықты дейді ғой. Сирияда Арафат деген. Вообще митинг негізінде Прикол болды. Приколымыз құдай сақтасын. Негізінде біздер сол. Бұның барлығы маған анау басталайын деп жатты ғой. Сөз сториске салдық қой, болмайды, осынысына шықпай қойыңыздар, арты жаман болып аяқталып кетер деген кезде қатындар жазды ғой. В основном қатындар. Мен қырықпасаң, шықсай, оңбаған, шықсай, үніңді өшір, шықпасаң деген әңгіме реально андай чуть-чуть мынау деген андай тиет та, жүрегіне тигізетін әңгімелер жазады. Соның түбі не болды енді қазір енді Құдай кешірсін. Бірақ барлығы аман болсын. Мында енді неше түрлі адамдар, әлі шыға алмай жатқан адамдар бар. Күніне қарап отырасың, азаттықтан қарасаң, қаншама ата-аналар жылап жатыр. Солардың барлығына тек қана сабыр берсін, и барлығының бала шағасы бостандыққа шығып, аман болсын, еліміз тыныш болсын. Дәл осындай темамен аяқтасақ осы митинг, потому что қазір біліміміз жоқ біздің. Артық әңгіме айтып қоюға да негізінде енді. Шыны керек қорқамыз, оны мойындаймыз. Аға мен емес. Бірдеңені айтып жатып, дұрыс емес айтып қойсақ та, білмейміз ғой енді, потому что 99, 100 күнәнің 99 тілден деген бар. Сондықтан құрметті ата-аналар, барынша балаларыңыз бостандыққа шығып, отбасыларыңызға аман есен оралуын тілейміз. Ондайға шапалақ ұратын бет жалпы. Енді не істейміз енді? Не істей деп отырсың бізге? Не былай дейсің, не былай дейсің? Мен просто мына нәрсе гимннан кейін шапалақ ұрма дейді ал. Кім айтады? Жалпы айтады, бәрі солай. Жоқ, енді менің рахмет, сөзімді гимннің қасына қойып қойған. Гимннің қасына қойып қойған жоқпын. Бұл дұға просто. Дұға тілегенде шапалақ ұрып Амин дей сал, болды. Қабда олдысың. Сен қаяқтысың негізі Калифорния, Ақтөбенікі ма? Павлодар. Ақтөбе. Кішкене арасында сөйтіп не істеп қалғанмын өзім. Басталды ма, болды ма? Өзің тілеп алдың ғой? Жоқ. Тілеп алдың ғой? Болды, мен қайттым осы жерден аға. Мынау нешінші микрофон? Болдым аға, мен қайттым.
енді әйтеуір аман есен бәріміз күшті болдық қой. Иә, Алматы қайттан өз-өзіне келіп жатыр. Басында кәдімгідей жаман настроение түсіп кетті. Енді Алматы орнына келе ма деген. Сондықтан да Алматы жаңа Қазақстан дегенді өздерің қалай елестетесіңдер, например? Президентіміз айтты ғой, жаңа Қазақстан. Жаңа Қазақстанға өзің жаңа әнмен келесің ба, или жаңа стиль орнатасың ба? Жоқ, енді сол ойлаймын, жаңа Қазақстанға қазір жаңа стильмен қалыптасып жатырық қой әлі. Натуре ғой. Дұрыс қой ағайын. Арасында серьезный болайықшы. Дұрыс қой, тыңда, натуре. Өте керемет. Жаңа Қазақстанға қазір жаңа стиль болып қалыптасып жатырық қой. Солай емес па? Вот сол. Жоқ, енді сен айтсайшы. Жоқ, енді сол жаңа стиль болып әлі қалыптасып жатырық қой. Қалай келесің деп ойлайсың деді ғой. Жаңағындай ойлап тұрсың ғой да. Жаңа Қазақстанды сен қалай елестетесің? Мен шынымды айтсам ойланбаппын. Сен, например, қалай елестетесің? Жоқ, жоқ, енді мен, например, мен елестете алмаймын. Сен қалай елестетесің? Жоқ, сен жақсы елестетесің ғой негізі. Енді айтты, елестетудің бәрі ақша тұрмай ма? Жақтарда жүріп жоқсың ба? Елестетудің бәрі ақша тұрмай ма енді? Сен ақшаны тауып атқан жоқсың ба? ютубтан тауып атқан жоқсың. Иә, ютубтан тауып атқан жоқ емессің. Ол кезде олар ответ бермей жатыр ғой десе. Тауып атқан ақшамды жаңа Қазақстан қалыптастыруға кіріп атқан жоқпын ба? Қатты айттым, көрдің ба? Естіп қалдың ғой сен. Тауып атқан ақшамды қайттан жаңа Қазақстанға қалыптасуға тығып атқан жоқпын ба деп. Мынадан сабақ ұрып ма? Әрине. Керемет. Жоқ, оны көп ұрма. Қатты ұрма, тек 2-3 рет ұрсаң түсінікті бар. Жоқ, мен бүгін қуанып негізінде Фархатпай кәдімгі ашылып күштіп кеткен. Потому что мен кейде ойланып, кеше кәдімгі әңгіменің ашын айтайық, артыңнан айтқанда болмайын. Шит жағы толық көрген жоқпын, бірақ шит жағасын қарадым да, сұхбаттарыңда, барған подкасттарыңда енді деген, может, сол жерде атмосфера сондай қалды ма? Ашылмадың? Иә, жоқ, ол кезде андай болған жоқ, братан, просто ана жердегі подкастта мен, например, ана кісілерді бұрын соңды көрмегенмін, жаңадан танысқанбыз. Олардың сұрақтары да андай типа сары шаңырақтағыдай сразу кіріп келген енді емес, короче. Внутрякқа таппай. Кеше сондай бір арамызда әңгіме болды. Давай осы, бірақ біздің де бірінші жоба болғаннан кейін бірінші қонақ Калифорния деп алдында шешіп қойдық та, кеше сол соңғы екеуін көрдім да, ойланып қалдық та, не істейміз? Именно қабылдап өзіміз отырып, давай келсін. Сол жерде ашылмай жатса, ашылып кетер, бір-бірімізге көмектесеміз. Сондықтан рахмет саған, от души. Қалай ойлайсыңдар жалпы жылтаңдауы дейтін сияқты бұрын соңды болған үлкен масштабный концерттер енді биыл бола ма, или жалпы тағы да отырамыз ба екен? Жоқ, негізі соған биыл разрешение беретін сияқты. Биыл береді дегенге сенім бар. Былтырлар енді өзінің причиналары болды. 2 жыл қатарынан енді пандемия қысып тастады. Андай үлкен болып өтпегеннен кейін ол да қызық емес. Сол. Бірақ енді биыл болса вообще кәдімгі күшті ғой, ол стимулмен кетті ғой. Мысалға жылда статуэтка мен соңғы көргенбіз, кім Ирина Кайратовна да, ең көп статуэтка алған. Да, соңғы 19 емес па? 19-ды көп алған Ирина Кайратовна. Шатаспасын 4 или 5 алды. База жоқ. Сен ол кезде енді келіп жатырсың. 19-да енді келіп жатырмын ғой. Сахнаның арт жақтарында біреудің несін тасып, шашын бояп, шаш бояп сахна артында. Алдында жүрдің ол кезде. Жанында. Жанды Что? Не понял. Таста телефонды. Жоқ, мысалға, балдар бізде ән айтады, сериалға да түседі, актерский жағынан. Сені киноға шақырса, өзің образыңда бір түсермедің? Көруге болады жалпы. Но бірақ айтпас едім жаңағыдай мен типа актермын деп. Қорқып болдық қой жаңағы кім Сержан Братанның фильміндегі ағамыз, Ақшашты ағамыз интервьюін қараған ғой бір рет. Кәсіби маман болмай тұрып, Дулыға Ақмолда ма? Кәсіби маман болмай тұрып, әртіспін деп айтады деп, қаншама еңбек бар оның алдында тұрған оқыған әртістерден. Но қорқынышты тоже сондай. Но бірақ бір-екі рет осы бұйырса айтып кетейін. Аспан деген өлеңнің бейнебаянын түсірсек па деп ойлап жатыр. Маған қатты өтті осы. Соны кішкене кино қылып түсіргіміз келіп жатыр. Авариясымен жаңағыдай. Қалай болды? Өмірде сондай болған ба ол? Болған. Сол арқылы. Дәл сол қалай болған оқиға болды. Дәл солай түсіргіміз келіп жатыр. Тыраудың қызы да ол да. Иә. Енді соған енді маған сол актердің орнына мен өзім бір рет көрейін деп тұрмын. Эксперимент. Дебют. Иә, дебют. Красавчик. Молодец. Онда Аспанның негізі мен өлең. Сен болдың ғой да сол кезде да студияда мен тыңдайтын да ем көрсем. Газеттің студиясы, Михайловян студиясында отырған кезде соны тарихын айтып берген кезде емін тик бітті ана. Күшті екен. Екеуміз жазайын аттық қой. Иә, мен ана екінші куплетін түнімен деген жерін қандай қайт деген мен. Ол маған айтқан сосын. Мынау өте ауыр өлең деп.
ауыр өлеңка бұл өзің әдемі айтыпсың, өзің жеткізе бер, екеуміз лучше одан да веселый нәрсе жазайық дедік. Сол жерде ол кезде қай жыл болады? Өзі бір жылдың көлемінде болатты ғой. Содан кейінгі веселый өлеңімізді сол күні кеше ғана бітірдік қой, сол кезде жазамыз деген веселый өлеңді бір жылдан кейін жаздық. Жоқ, бірақ негізі өзің жазған дұрыс болған, четко өзің жазып тұрсың. Мен қуандым қайта өзім жазғаныма, реально. Мынау болса, может, өтпей қалар ма еді деп те ойлаймын кейде. Тоқта, сен қалай, Татыр сен. Жабыла бастап, жасу конкретно қаяқтасың. Жүріп катрдан бастап қазір. Мен айтайын осы жерде, жігіттер. Бұл басында жүрікпей атасыңмен келді ғой. Сол кезде мен сіздерге Саршаңыраққа алып келдім. Әрине. Осы бала айтады, үйдегі концертке шықсын. Марат Омаров ағамыздың қасында тағы бір әнші болып, осы кісі шықсын деп алып шықтым. Енді жүрікпей атасының әнімен кірді. Ұйықтап жатырмын дейтін әнін аяқтайды бүгін. Осыдан кейін. Қандай өзің бастайсың? Допускать етті, ұйықтап жатырмын, былай. Сондықтан да ұмытпашы. Байқамай, қандай қатейсің, қой бәдім, бірдеңе деп. Или рэп жазады. Түсінбей қалды, қыты. Или рэп жазады, почка пацана деген. Почканы түсіріп тастаймыз. Йо. Бұның алғашқы продюсері мен болдым. Шынымен де қазір күшті аралап сен арқылы таныстым. Жасик қайта айтып тұрдың, сен аралдыкі деп ойладым мен вообще. Жоқ, мен адамды көресің ғой, байқайсың ғой, талпынысын, амбициясын байқайсың ғой адамның. Қандай итиясын? Амбициясын байқайсың. Кәдімгідей өзінің бойындағы талантын байқағаннан кейін, мектептің кезінде де бұл сондай еді. Короче, сол байқадым да, Айбар екеуміз, короче. Айбар деген кім? Мана сұрай беремін соң кім деп. Айбар дейтін мен досым. Мына жеріне бар ғой? Деп сурет Короче, Айбар микрофон ұстап тұрған сурет болса. Дышағайдың байын түсірейін деп аттық, короче. Дышағай неде жүр? Побекте жүрген кезінде. Кетші, Побекте жүрген кезінде. Түркістаннан. Сол кезде мұнаны келді. Шыбалта кетті. Аға, қолыңды алып қояйын. Үгіреді қойшы. Қорқып кетейін бақыттайын. Тұрып жатқан кезде. Сонымен не болды судырға? Ине тықтым, сонымен нормально болды. Короче, сол кезде алып келдім ортаға. Бұл жерде әңгіме шығады, что баладан талантты көрдің, сәл болсын көмектесіп қалайын деген ниет болды ғой. Міне дәл осы әңгімені сізге де айтқымыз келеді. Біздер талпа Саршаңырақ болып сіздің бойыңыздан талантты көреміз. Қандай? Неге нәтиже жоқ? Мен той бастап жатырмын. Қашан? 4 жыл бұрын басталдыңыз ғой. 4 жыл бұрын болды ғой бұл. Мен серьезно той бастауға келгенде мен қатты қорқып жүрдім. Шындықты айтшы ка. Шындықты ашылайыншы, мен бір ашылған болсын. Той жүргізуден қатты қорқатынмын негізі. Қазір де қорқасың ба? Неге дешиш? Неге? 13-ші жыл. 14. Жоқ, ол оның алдында ғой. 13-ші жыл. Қасымда Қосым Жасылан дейтін бала бар. ЖЖ қазір Аралда ЖЖ атпен танымал. ТТ дейтін аттар қатты хит болып кеткен кезде. Ол Қосым Жасыланға қыжы ғой дейтін ой. Жоқ, өзінің ЖЖ жеңіс ұлы ғой. Иә. Сөйтті да. ЖЖ болып тұр ғой. Біз ана Аралға корпоратив көрген кезде Аязды топ келген. Иә. Сөйтті да бірге КВН ойнап отырдық қой, короче, тойда. КВНчиксің енді тойда КВН ойнайтын кездер ғой. Аралда ойлаш, КВНді айырып ойнап жатқан сияқтымыз өзімізше. Бір аға қарап отыр ғой бүйтіп. Сол кісіге ғана ойнап отырдық біз, короче. Сол кісіге ғана ойнап отырдық. Сөйтті отыр еді. Бірдеңе, әженің дауысын салып ана жерде ойнап. Бір кезде қарап тұрады. Кетіндеші дейді ғой. Мынандай жерде не істік қой. Ана детский травма болған жерде бар ғой. Денем мурашка кеткен. Не боларын білмей қалдым. Микрофонды ана Жасылан қосына деп бердім да. Деп қашып кеттім. Содан менде фобия. Тойда бір кісі бүйтіп қарап отыра ма? Екінші тойымыз бар, екі адам қойған. Екеуміз одан кейін неге бардық? Екінші той, ол біраздан кейінгі той. 19-да. Шамамен. 19-да ма? Я, 19-да. Келіп жатқан кезде. Короче, мына екеуміз тойға барамыз деп шештік та. Той жүргіземіз. Той болғанда қарай. Выпускной вечер. 93 жылдар. Соған барамыз деп жатқан кезде звондайды, короче. Осында Аралда деді, короче, бізге. Аралдан ала беретінсіңдер тек. Енді басқа туған жер ғой, енді Аралдың ар жағында сексеу өлді. Аралдың ар жағында, оның ар жағындағы бір не ауыл. Короче,
дамыл бар бірақ балықпен айналысатын жер. Арал теңізі. Атын білмейсің ба сонда? Ұмытып отырмын кейін. Өзің Аралыңның ауылына. Аралдың ауылы ғой. Сөйтіп сол жерге бардық. Барған кезде сет ұстамайды оған жерде. Адамдарға сотка қызық емес, прикинь, 2019-ға айтпесе. Сет ұстамайды, сотка қызық емес. Бірақ адамдар өздерімен өздері күшті, тату-татты, күшті жер. Сол жерге бардық қой. Мынандай, ойлашы. Точкасы бар ма? Бірақ тату-татты деген артын жоқ қойып Сет ұстамайды, ешқандай жағдай жасалмаған, бірақ бәрі тату-татты деген негізі ғой. Ана жерде жағдай дейтіндей бар ғой. Өздері жағдай мықты, балықпен айналысып отыр адам. Өзіңе YouTube ашшы, канал ашшы, осыларды айтшы. Өзіңе арнайы бір канал ашып бітіріп та. Менің черный өмірім деген. Бітірейін, асықпай бітірем мен. Менде де асық қойып тұр. Білмеймін. Себебі жалғыз өзі ғой. Короче бар ғой. Өзім канал ашам ютубтан. Сол кезде айтамын сізге бәрін. Короче, екеуміз бөлек бағдарлама ашып аламыз. Сол кезде келе жатыр. Әр адам өзінің несі бар ғой, мысалға шайып кеткен кездері болады. Ең басында ғой енді, ондай бәрінде де болады ғой. Содан кейін мен, короче, сондай травмалар болды да, тойдан алған. Сосын содан қорқып қалған болып тұрмын ғой. Корпоратив нелерге қайтып жүргізіп, қазір шүкір. Құрметті біздің Жасұлан Айтеновті танитын жандар болса, осы комментарийдің астына жазыңыздар, Жасұланға чуть-чуть поддержка беріңіздер. Қазаққа всегда поддержка жүрсін, тойға шықсын. Біздің Жасұланның өздеріңіз білесіздер ғой, бір өзі жүріп, Snapchat'ты, әлем бойынша шығарылған Snapchat'ты жалғыз біздің Жасик қана дұрыс пайдаланып отқан оны. Қазақстанға енгізді еще. Сондықтан да біздің Жасұланға поддержка беріп, до конца өздеріңіздің қодаларыңызды астына жазып кетіңіздер. Ең бірінші тойын ана аға өтсе ғой. Үйлену тойыма барған сайын бара берсің. Үйлену тойыма сол қайнатаң болып шықса сен. Үйіне шақырып алып тек бетіңе қарап. Күнде тұрамы, күнде киіммен келіп отырсың ғой енді. Ақтап келесің онда. Шешін деген кезде күнде тойға шығар кезде қайнатасы видеозвонокпен звондап сәттілік тілейді. Осы қайнатасы бір өзі прямой түсіретін болса тойда ондай болмай ма? Сендер команда болып жұмыс жасап отырсыңдар. Менсің жоқ, мен саған жақтасып отырмын. Да? Мен саған бірдеңе дедім ба? Жақтасып отырсың ба? Жақтасып отырмын. Қандай сен ең бірінші шайып кеткен кездерді бір оқиға? Сондай қызық. Жақтасып тұрайық. Шайып кеткенде мен шайған жоқпын. Мен дәлға шайып кеткенде мен күнде шайым ғой. Бір өзің бір ұялып қалған болады ғой, бір әр адам өзі. Короче, баяғыда бір ауылда ойнап жүргенде көрші балама бір бала тиісіп жатады, короче. Соны жақтасып барамын ғой, бүйтіп жақтасып аламын да, мұрнынан бір соғамын да, мұрнынан деп қашып кетеді. Аналар доқ бере ме десе, мынау біздің микрорайондағы жүріп қоятынның бір шикасы. Болды, ертең сен мектепке бара алмайсың, сындыртпайды, анау түнмен ұйықтамайсың ғой, сабаққа дейді. Түнмен ұйықтамайсың ғой, әбетте оқимын, әбетте кіріп кеткен кезде истауына тұрады ғой, бесеуі. Артқа қарай қашып кетемін бейді. Қорқып тұрмын ғой, қандай боламын ғой. Әлде қорқамын мен кезде. Қандай болады, подъездге кіріп кеттім, тұрым, өзі мектеп қоңырау соғып кеткен, басталып тұр, бірінші басталып кеткен, жайлап кірдім де, өзі төртінші этажға көтерілдім де, есікті ашып кіріп кетқанда, қандай, неге шығып қалдың десе, деп жылап жүріп тұрмын ғой. Ше қойсын? 8 ба? 8 соққанда осылай жылапсың ба? Сен кеш жетілгенсің ғой? Қорқығамын ғой қасыға. Сол ғой, кеш жетілген екен, құрдасым сияқты сыйласып тұрған жоқ қызда десе. Сенде қандай болды? Бір андай болды ма, бір андай ыңғайсыз жағдай өзің бір ұялып қалатын еске түсірген кезде? Мен гайморит болғаннан кейін мұрынмен проблема болатын сабақта. Шәріп па? Кетеді сразу былай ғой, құтырып аласың, апай қарсы келем мен деп шығып кете беретін. Сондай нәрселер болатын. Қызық емес сондай. Светтің жарығына тисе шығатын нәрсе ма, короче? Светтің жарығындай тез. Сізде? Ойбай. Жоқ, мен есіме түсіре алмайтырмын данный момент. Сізде көп. Сен гоп-стопщик болғансың бұрын. Соны айтып берші. Мейірімді гоп-стопщик па? Алып келе жарты сағаттан кейін қайтарып беріп жүретін. Гоп-стопщик болған, Қабдол. Жоқ, ол бәрінде болады ғой баласы. Бәрінде болды ғой. Сен қалай болды енді солай? Мен шешіндіріп кете беретін. Қалай болған айтып берсің, жырттатын бар ғой. Комикс қылып шығарайықшы осыны.
Мұрат Абділдаға да шығарған ғой сондай коммуникация. Иә, вообще Мұрат Абділда дегеннен шығады, бірақ осы теманы айтпай ақ қойсын, көбісі дейтін ол өмірде өткен нәрсе ғой. Ош. Иә, вообще Мұрат Абділда мен мынау соңғы шыққан Шағала дейтін әніне вообще кәдімгі потолок кәдімгі мен ырзамын. Ән не ол, оказывается, не ол шыққан екен? Не ол? Плагиат. Оны бәріміз білеміз ғой, шыққан кезде плагиат қой. Мен кеше білдім. Мен де білген жоқ. 2011 баяғы шыққан ән, иә, негізі баяғы шыққан. 2010-да ма шыққан ғой? Кім шығарды оны? Ол әннің өзі бір хит болды. Ескі ән, короче, ол әннің өзі брат хит болды. Осы уақытқа дейін хит болып келген әнді алып просто қайтадан шығарып тұр ол. Қазақша мен естіген жоқпын, бірақ ең бірінші қазақ тілінде жаңа Мұрат Абділда дейсің, бірақ қатты ұнады. Жоқ, просто әдемі шығарып тұр ғой негізі. Бізде батыста бізге жетпеген шығар, Түркістан, Қызылорда арасында хит болған. Мүмкін біз жақта андай болмады. Бізде сөйтіп дұрыстамады, тірежиссады ғой бізде. Бірақ маған ол кісінің өтетіні, арттан ешқандай әңгіме айтып жатқаным емес, бірақ ол кісінің өтетіні, мама, ішім пысса сол кісінің прямой эфирін қараймын ғой мен. Иә. Қазақстандағы любой мен ерегісіп тез кешірім сұрайтын кісі ғой. Жүре беремін. Иә, ең бастысы негізінде сол нәрсемен, оказывается, сол құттықтау туған күнмен үйін асырап отыр дегенді өзінің айтуы бойынша, сондықтан да молодец. Тек мынаны аз айтса вообще күшті болып кетер. Әдемі жоқ кетті бәрі. Вообще комплекс жоқ адам ғой. Иә. Комплекске байланысты. Өмір дейтін салып берші. Өмір! Актерствосы несі жақсы, бір ішетін болмаса. Кешеде живой Түркістанда жүргенде дұрыс әңгіме айтып отыр. Иә. Сөздік қоры да. Өлең. Ол қайта кішкене бізден ұялып, кішкене тартыншақтанып жүр. Ашылмай қатты. Тартыншақтанып жүрді ма? Иә, біз қайта братан, смело емін-еркін отыра бер деп әңгіме айтып. Ана видео. Ол видео ол кезде естеп жүргенге. Ол кезде біз оны қана екеуміз ашып алып тұрық қой. Соны толық айтқанға бұл. Соған есіріп тұр ғой. Сіздің дегенге болған ғой. Соған есіріп тұрған жоқ па? Құттыбайдың бүйткені не істегенге? Құттыбайдың пародиясы что стоит? Пародия жаққа әрекет дегенге. Видеоға тоқтағанға. Жерлесің үшін до конца тұрғанға? Тұрғанға бәрін білгенге. Әлбеттеге. Әлбеттеге. Құттыбай Түркияға кетіп көрмегенге де әзірге или жеткенге. Мына жер күшті айырады, мына жері. Жәшік сіздің мана дұшағайыңыз қашан табылады жалпы? Не план ол кісіне жалпы? Әнтөк дұшағайға кім болып келеді? Әнтөк дұшағайға ешкім болып келмейді. Негізі арасында ешқандай туысқандық қарым-қатынас жоқ біріншіден. Екіншіден алып қарайтын болсақ, дұшағайға жала жабылған. Оқушы қыз бен дұшағайдың арасында бірдеңе болды деп халықтар комментарийдің астында жазып жүрді баста. Неге? Жоқ, бұл жерде негізі ынта жетіспей, бірақ сен күшті бастадың ғой, сенің статистикаң мен кәдімгі шошып кеттім. Мама ана самолетиктерді бір-біріне жіберуі 300 мың лайк, бірдеңе мың. Кәдімгі мықты немен кеттің, бірақ маған, иә, солай болды. Білмеймін, өзіме қызық болмай қалды ма, мүмкін тоқтау болды әйтеуір. Жалқаулық басып кетті ма? Сол кезде ауырып қалмадыңыз ба? Бұл нәрсені уже ондай ауырып қалу дейтін жоқ. Оказывается, осындай нәрсе жабылып қалу. Мен мысалы где-то 10 күндей болды. 10 күн бұрын мен де жабылып қалдым. Андай бір кәдімгі ештеңе желание жоқ. Вообще ештеңе істегің келмейді. И сөйткен сайын жерге бүйтіп қадала бересің. Оказывается, осының барлығы түнгі ұйқының болмауы. Иә. Біздің еркектерде тестостерон дейтін нәрсені айтты. Тестостерон дейтін еркектерде нәрсе бар. Главный нәрсе ол. Адамның нерві сетіп кетуі. Осы ұйықтамасаң дұрыс, жүріс азайса, регулярно тамақ ішпесең, тестостерон дейтін шая бастайды, короче, айтқанда. Сол кезде адам ештеңеге желанием болмайды. Хотя бы алдыңа әкеп дайындап беріп тұрса, тасашы ертеңге қалдырайын дейтін әңгіме шығады. Сондықтан да соның барлығын жеңу үшін регулярно ұйықтау керек, барлығын ретке келтіру керек. Өлдім чуть-чуть күніне чуть-чуть болсын спортпен айналысып қою керек, или шамалы жүріп қайту керек. Бізде қазір машиналар вообще еріншек болып кеттік қой. Шамалы жүріп қайту керек, соны регулярно ұстап отыру керек. Осы нәрсе сізге керек шығар деп ойлаймын. Потому что мен уже 10 күндей болды ерте тұрамын. Реально аны біздер түнде ұйықтай алмаймыз деп айтамыз ғой. По-любому ұйықтап қалады екенсің. Сағат 8-8:30-да өлдім, кешік дегенде тұрып аламын. Бір тұрып кеткеннен кейін жүремін. Кешке дейін болмасын тіршілік істей бересің. Анау уже желаниең ашыла бастайды. Кешкісін келесің, 10-дарда уже бітіп отырасың. 11-12-де ұйықтап қаласың. Ұйықтай алмаймын дейтін адамдар түсінбейтін. Өйткені түске дейін ұйықтайды да адам ше. Түнде ұйықтай алмаймын дейді. Ол уақытымен сәйкес келмейді. Бірақ оны кім
уролог айтып отыр не дейді тестостеронның дұрыс дейді түнде кәдімгі түнде ұйықтамасаң дейді табиғатпен бірге жүр деп тұр ғой осы түн келді ма ұйықта дейді күн шықты ма тұр дейді иә күннің бір өзінің несі бар дейді ғой энергиясы мысалы біз ойлаймыз ғой біз андай ойлаймыз ғой адамға где то 8 сағат или 7 сағат ұйқы болса нормально деп күндіз ұйықтап алсам да нормально жүре бере аламын деп ойлайсың ол болмайды екен табиғатпен бірге екен короче енді Аллах тағаланың өзі бізге түнді беріп тұр ғой демал болсын күндізді тіршілікке беріп тұр осы бір қалай бірдеңе деп күштетіп айтатын еді осыны түнді бердім өте дұрыс айтып отырсың бірдеңеге деген сен ауырып отқан жоқсың ба айда күнде жақсы ғой адам сияқты бірін білмеген дейді ғой ол дейтін ол вообще басқа нәрсеге айтылған ол любовницасына арналған енді примерно айда күнде жақсы ғой бірін білмеген дейтін ол просто не соны былай келтіріп алып сен не КВН ойнадың ба осы КВН ойнаған сияқтысың ойнаған жоқ көп қарадым бірақ қай команданың сүйікті несі фанаты назар аударып болды сосын араласып болды сосын фемидаға сосын жасарал мен газетуді мен көретінмін әзілдерін көретін бірақ ұнатпайсың жоқ ұнайтын корейский приколдар өтетін и қабдолдың приколдары натуре өтетін қайсысы именно го билейтін көрдім го билейтін күлге қоясың ба го билейтін ол редактордан қалай өтіп кетті бір миниатюре болды андай бүйтіп жүгіріп келеді да типа қабанбайдың несімен тік сол го билейтін сияқты қыздар сияқты жоқ редбилларда болады ғой иә регби американский сосын корейский жаңағы ұнайтын қармақшыда в основном сен недің ғой ойнайтын жаңағы түрі кішкене қорқыныштылау брат бар еді жамбы ғой иә в смысле қорқыныштылау болғанда енді мен андай кемсітіп айтып жатқан ештеңе бірақ ол сөйтіпсің еді конкретно мен қалай қармақшы смотрящий ол қармақшыны смотрящий смотрящий болғанда андай по черному емес просто смотрящий сол братпен кіре берсін вот сондай КВНдер көретін едім жасарал туралы естуім жоқ па жасарал вот сен неңді көретінмін тоже оралдың несін өтпейтін десең ей сен фото түсейік деп келген жоқсың ба иә енді не депсің сол ғой оны неге айттың өтпесе неге түседі ше фотоға түсейік деп күшті айттың айтқаныммен ойнатып жібердім негізі серьезно өткен жоқ па не серьезно айтшы өткен жоқ па сонда өтті ғой өткен жоқ па ше не деп қалсаң сосын кітап пайда болып бастады деп бітірмесең бітірейін кта или жайдарман ну пока енді есен аға подкастқа барғаннан кейін кта дейсіз есен ағаны ал деп саған мен полный есен аға айттым маған есен имам есен фанатың есен аға ма мен қызым жақсы тыңдайды сені сосын мен айттым рахмет аға дедім есен аға мен қызым сені жақсы тыңдайды деді ма иә семьямызбен тыңдаймыз дейді ғой айттым рахмет аға семьяңызды аллах берекет берсін дедім жақында ләйла сұлтан қызымен сізде не болды кеше ғой жақында емес қой дұрыс қой ләйла сұлтан шақырды сонда не сұрақ мен соның мағынасын түсінбедім шын айтайын маған менеджер 30 минутта жетпей сөйлестің еще сен иә и то мен шаршап тұрдым тема ауыстырайық айтпақшы ләйла сұлтан қызы пародия салады неге қайтып келесіз бізде айтпақшы міне парадис бар біздің ана жерде қасымда бағанадан бері айбар деп отты ғой айбар ол нұрболхан дауысын сала алады иә жақсы история бір кездері ошым айтқан біздің нұрболхан енді әйел бақытын ба жоқ қай бағдарлама бір 7 каналда өз ойым бағдарламасын жабайын деп жүрген кезде сол кезде конфликт болыпты ғой біздің қатты не болып жатты ғой айбар өздерінің парақшаларын біреу ләйла сұлтан қыз деп біреуі нұрболхан деп өзгертіп алғанда ұқсайтындай қылып точка қоя салған ғой екеуі прямой эфирге кірген ғой бір-бірімен совместно қап-қара өмірімізде көрмеген статистиканы көрдік қой жерде әкетті ғой тегі қанша адам қарады адам дейтін бар 10 мыңдай бірдеңе адамның болып кетті жерде ғой звал екеуміз дейтін экран жауып тастағанбыз қап-қара болып тұр адамдар дейтін талпа жазып жатыр давайте нұрболхан давай ләйла деп ән жазып жатыр соңында шайып кетті қанан көтере алмай қалдық қой не деді қалайсыңдар амансыңдар ма ләйла қалайсыңдар кәдімгі кімнің дауысын салып өзіміздің түрімізді көрсетіп ана жерде скрин
кеткен ғой уже ана жаққа тақ соң жағы хайбай сіздер бұнымен тоқтаған жоқсыңдар сіздер еще төреғали қылып өзгерттіңдер ғой еще сөйттік Тимати мен төреғали кіріп отқан ше короче соңында кешірім видеосы түсірдік айбар екеуміз сол видеоны қазір шығарамыз жоқ тағы потолок бар ғой кешірім видеосын түсірген содан кейін барып неше жылдан кейін 2 жылдан кейін барып ол өтірік болып шығады ғой өтірік болып шығады оказывается назар аудардағы ағаларымыз ошын аралас бар бір жерде бәрі естігенде мынан ілген ғой короче екеуміз ілген короче айбар екеуміз жалғыз жіберме мен қасымда айбар болды айбардың қатысы жоқ деді бұл жерде ақтап алды айбар ақша төлеп ақтап алды короче андай болады ғой айбарға екеуміз әңгіме болып отыр сонда тұрамыз да айбарға қараймын да мен кешірім видео түсірмеймін деймін ғой түсірсең өзің түсір базар жоқ мен астанада министерствода ағам бар через сол арқылы шығып кете аламын деймін ғой дейді сен не істейсің деп едім ғой мен Димаш Құдайбергенді дейді маған да өмір мен Димаш Құдайбергенді тайын дейді Димаш Құдайбергенді бүткіл Қытай таниды ғой деген сол ой аллай sonra тоқтамай күлдік қой сөйтіп жатқан кезде Нұрболхан ба кім Ақболат па звондады күлкіміз сұрада тиылып екеуміз бірге sonra кешірім сұрадық қой үндеген жоқсың ғой соның өзінде үндеген соңында кешірім сұраймын дедім ғой бүткіл текстті айбарға беріп артында бірақ ол видео жетпеген да ол кісіге жетпеген вообще ол кісінің шаруасы бізді танымайды да ол вообще жетпеген де ана видео ано типа кетіп қалды дей ма деп оратория көтере берді ма бәрі бір жерде отырып қалғанбыз даусын салатын пародист қыз бізге жазып тұр ғой саламатсыңдар ма қалайсыңдар ана екеуі деп дауысын айнытпай салып ілген ғой екеуі бізге тізерлеп тұрып кешірім сұрасын деген ғой еще тізерлеп тұрып кешірім сұрасын қалайсыңдар амансың жақсы короче солай сөйтеді да Ләйлә ханым дауысын салып бір қыз жазады ғой айнытпайды ана мен дәл қазір кішкене осыны ұқсатып отырмын ғой өйткені ана дауысты тыңдай бергенмін ғой мен қорыққаннан басып қоясың тыңдай бересің өзі ма өзі емес пе деп ән тыңдамайтын болдық қой содан кейін ойынан от шығады деген осы ғой сонда жажигалкамен біраз нәрселерді жоқ маған 1 жылдан кейін ашылған өтті жоқ 2 жыл бойы ілініп жүрдік қой біздер прикинь 2 жыл бойы іліндік алдында неше рет кездестік айт сериал туралы айтып соңғы кездері қазақстандағы сериалдар өте қатты дамып жатыр тақырып қазақстандағы не ана қазақ фильмдегі киноиндустрия сонда шатыспайыншы деп айтып едім бірақ по-любому шатысып кеттім сол өте қатты өзіме қатты ұнайды мысалы мен қазір американский кино тұрады да и қазақстанский кино тұрады мен бірінші қазақстанский киноға барамын бірінші бәрі де сөйтеді деп ойлаймын ол неден деп ойлайсыздар ал кетті жоқ қазақ фильм бес қой бұл жерде бұл жерде жеке ғой өздері жоқ енді қазақстанский киноиндустрия ғой енді қазақстан сен жаңа айтып отырсың қазақ фильм деп жоқ қазақ фильм жоқ қазақ фильм деп бұл андай тұрады қазақша фильм қазақстаннан шығып кинофильмдер өте жалпы қазақстандық фильмдер өте керемет маған ұнап вообще браво сериалы да жатады оның ішіне кәдімгі толықметражды фильм де жатады толықметражды фильм де сериал да жатады оның ішіне мысалы қазіргі таңда толықметражды фильмдер көп түсіріліп жатыр қазіргі таңда деген қалай таңда дейтін дұрыс қой жоқ түсініп тұрмын ғой қазақ тілінің бай тілін сол қолданбаса негізі мен галстук тағып келгенмін галстук шалса жоқ просто қазіргі таңда деген сөз кетті деседі дұрыс ерінен оқымай дәл қазір өшім айтқанда сәлем социалдың шығып жатқан сериалдары мықты Бисоцека бар айта кетсең көп 190 бар шекер бар 190 ол сәлемдік емес өзің түскен сериалын тықпай өтші пожалуйста гакку деп айт қорықпа гакку деп айт гакку деп айт қорықпа гакку 190 гакку де
жалпы ТБТ қайсысы болсын бөліп жармаймыз, бәрі жақсы ғой негізі. Тек кинода емес, кино емес, жалпы музыка жағынан да бізде қосып отыр. Енді творческий жағынан да бүкіл мен естідім Ресейде қазақ болу мода деп. Да? Жоқ, мен де естідім жақында. То, что біздің қазақтарды өте қатты жақсы көреді. Шынымен де. Потому что жаңағы Нұрлан Сабуровтан бастап Азамат Мұсагалиев ағаларымыздың бізді салды ғой да еще. Большой қазақ ТНТ-ны басқарып отыр. Именно қазақтарды біз мысалы акценттің өзі смешной ғой. Казахи командасы бар. И бұлардың біздің именно Қазақстанның әзілі Россияға, СНГ-ға өте қатты өтеді. Дәл осындай қазір мысалы Россияны жазып отқан мысалы кеше кім бар? Айсұлтан бар, режиссер, мықты түсіреді. Жахалип Қазақстаннан барған. Әміре барып келді гол. Скриптонитті әлем мойындайды. Кез келген Россияның музыкантынан сұрасаң, бірінші кімді мойындайсың вообще десең, скриптонит дейді. Содан кейін тағы қандай? Әміре бар, Әлішер Карим бағындырып кетті. Ирина Кайратовна концерт беріп кетті вообще. Делакур бәрі барып қойды. Кеше осы Ирина Кайратовна осы бір біздің де әндерімізде өшім сендердің әндеріңе Дима Билан билеген жоқ қой енді. Дима Билан билеген білмедім, бірақ уже кіріп жатыр СНГ-ға қарай, например. Оның уже үлкен жаңалық қой. Мен, например, Инстаграмда көремін, типа, Украина. Сенің әніңді Азамат Мұсагалиев ана кругта мысалы хит қылып жатыр мысалы. Жүзіне қатты өтіп кеткен. Қана екеуіңіз сендердің әндеріңді. Мысалы сендерді қазіргі заманның Beatles деді ма? Сондай тобы деді, бұл жерде біз бір-бірімізді мақтап не қыламыз. Мен шығып отыр. Жоқ, қойыңдар ондайды. Ондайларды айтайық. Жоқ, мен бұл жерде сендер мақтап отқан жоқсың ғой бір-бірлерін, мен ғой мынарда мақтап отқан. Ақшаларын беріп қойыңдар. Жалпы қазір енді Қазақстанда творчество жақсы дамып жатқан сияқты деген не ғой. Бірақ осы нәрсе негізінде көп айтылып кетті ғой. Көп айтылып кетті ғой. Мысалы, даже кейбір сұхбаттарда айтады. Неге андай Россияның сұхбаттарында бар ғой. Неге қазақтар мықты вообще, қазақтар осындай деп в любом случае айта береді. Қазақша рэпті де айтып жатыр, нені де айтып жатыр. Осы нәрсе негізі бір 2-3 жылдықтан жой жібермесе болды да әйтеуір. Звездовать етіп кету дейтін нәрсе ең жаман нәрсе ғой. Так что осы нәрседен сақ болса екен біздің еліміздегі істеп жатқан жандар. Құрметті достар, баршаларыңызға көңіл бөліп, уақыт бөліп біздің подкастты көргендеріңізге көп-көп рахмет. Бұның ішінен шынымен де айта кететін нәрсе бір іліп алар, мынау неге мындай жігіттер өздері айтып өздері күліп деген нәрсе емес. Просто осындай әзілді жеңіл бір-бірімізбен керемет еркін тақырыпта әңгімелессек, осы әңгімемізді соңына дейін көрсеңіз, сізге тек қана молодец деген сөз айтамыз. Үшін подписаться тек ұмытпасаңыздар болды. Келесі кім шақырамыз астына жаза кетіңіздер. Все, баршаларыңызға рахмет. Келесі кездескенше. Калифорнияға рахмет.